Қайырлы күн. Мен Ақсай қаласының нөмірі 1 бөбекжай педагог психологы Ескалиева Гүлжазира Сериковна. Сіздерге баланың эмоционалдық жайлылығына және оның тұлғасының дамуына ересектердің ықпалы атты тақырыбында авторлық жобадан үзінді бейнероликті назарларыңызға ұсынамын. Мектепке дейінгі ерте жас шамасындағы балаларға ерекше қарым-қатынастар талап етіледі. Олар өте мейірімді, нәзік, өте сенгіш келеді. Сондықтан бұл жас шамасындағы балдырғандарды қамқорлыққа алу, жараламай тәрбиелеу өте маңызды деп ойлаймын. Топта балаларға жақсы және жайлы болу қажет. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеуде ешкімде анасын алмастыра алмайтын туралы ұмытпау керек. Сондықтан психолог маман оларды ананың тұлғасындай жұмыс жасай білу керек. Мысалы, шығармашылық жұмыстарды баламен бірге анасына көрсету үшін жасау керек деп балаларға айтып отырған жөн. Ата-анасының сенімділігі арта түсіп, балаға деген анасын басқа да сүйіспеншіліктер оятады деп ойлаймын. Балалардың белсенді, толыққанды дамуына құм өте қажет. Құм бұл керемет психотерапиялық материал. Ол адамның қиялын оятып, барлық сезім мүшелеріне әсер етіп, тыныштандырып, жандандырады. Құм балалардың тілектерін білдіруге, жағымсыз әсерлерді шығаруға, қорқыныштан сөйлетуге әсерін тигізеді. Қазір құммен сурет салу өнері өте көп. Бұл тек қана қызықты іс емес, ол балаларға өз әлемін ашуға көмектеседі. Балалардың шығармашылық қиялдары мен танымдарын дамыту мақсатында инновациялық технологиялардың бірі QR 3D бағдарламасымен жұмыстанғанды балалар өте қатты ұнатады. Бірінші кезеңде балалар суретті бояйды. Кейін QR 3D бағдарламасы арқылы әр боялған беттегі бейнелерге жан бітеді. QR бұл балаға арналған түрлі тақырыптардағы дағдылар мен білімдерді дамытудың тамаша құралы. Суреттерді бояу ешқашан соншалықты қызықты болған емес. QR қосымшасы қазіргі заманға жетілдірген виртуалды шындық технологияларын пайдалануға мүмкіндік береді. Сурет салу ойлауды, сөйлеуді, көруді және мидың екі шарты шарларын, яғни мидың екі бөлігін дамытады. Сурет салу кезінде мидың екі жарты шарлары да қатысады. Нейрондық байланыстар белсенді түрде пайда болады. Бала сурет салған сайын миындағы шығармашылық, өнерпаздық нейрондар бір-бірімен байланысады. Сөйтіп, кеңістік ақыл-ой мен қиялды дамытады. Сурет салу процесінде нақты нәтиже алады, яғни бала алдына мақсат қоюды, сол қойған мақсатына қадам арқылы жетуге үйренеді. Сонымен қоса, сурет салу баланың тыныштыққа үйретеді, әсіресе мынау қырсық, қыңыр болудан сақтайды. Балалардың мүмкіндігі мен дарындылығының бастамалары саусақтарының ұшында. Бейнелеп айтқанда саусақтарынан шығармашылық ойын қоректендіретін өте жіңішке жылғалар сынды жіптер тарайды. Баланың қолында неғұрлым шеберлік көп болса, соғұрлым ол ақылды болады. Педагогтардың пайымдауы бойынша барлық балалар дарынды. Сондықтан дарынын уақытында байқап, сезіп, тәжірибесіне, нақты өміріне қолдануға мүмкіндік туғызу қажет. Ересектердің көмегімен көркемдік шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, бала жаңа туындылар жасайды. Қайталанбайтын туындыларды ойластыру барысында ол әрқашан заттың жасалу тәсілдерімен тәжірибе жасайды. Мектепке дейінгі жастағы бала өзінің эстетикалық дамуында қарапайым көрнекі сезімдік әсерінен түп нұсқалық кейіптің жасалуына бейнелеу, мәнерлеу әдістері арқылы өтеді. Сондықтан оның шығармашылығын негізін қалау керек.
неғұрлым бала жақсы көрсе, естісе, соғұрлым қиялдау әрекеттері маңызды және нәтижелі болады. Сурет салу кішкентай баланың үйлесімді дамуы үшін өте маңызды. Сурет салу бұл өзін-өзі ашудың, ішкі әлемді еркін білдірудің құралы. Бала үшін сурет сыртқы әлеммен қарым-қатынас жасау тәсілдерінің бірі болып табылады. Сурет салу өте маңызды, өйткені ол жазуды үйренудің бірінші кезеңін білдіреді. Сурет салу арқылы бала қарындаш ұстап қимылдарын басқара алады. Қағаздағы ойындар баланы ұзақ уақыт қызықтыра алады. Олар логикалық ойлауды, ұсақ моториканы қолданады. Осындай ойындардың көмегімен бала қалам мен карандаштарды игеруге үйренеді. Балабақша бүлдіршіндердің болашақта ата дәстүрін сақтайтын инабатты да ибалы, үлкен кішіні сыйлай білуге үйрететін тәрбие орталығы. Өмірге келген жас ұрпақты тәрбиелеу ата-аналар мен балабақша тәрбиешілерінің қасиетті борышы. Бала үшін дүниеде ең жетілген білімді де мәртебелі адам оның ата-анасы. Мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымы ата-аналармен бірге баланың тәрбиелеудегі басты мақсат өмірде түзу кірпіш қалау екенін ескере отырып, осы мақсатты жүзеге асыру үшін сәби кезінен бірқатар көзқарастарды негізгі ұстаным ретінде қабылдайды. Отбасының жылылығы мен махаббаты баланың өзіне деген сенімін арттырып, болашағына нық қадам жасауына зор ықпал етеді. Балалардың балабақшаға көтеріңкі көңіл күймен келуі педагогтың еңбегінің көрінісі. Ата-ана мен бөбекжайдың өзара ынтымақтастықта болуы, әсерлі ойын-сауықтар, байқаулар балаларды сенімділік пен белсенділікке шақырады және жақсылыққа баулиды.